Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Кеше ғана батыста қымбатшылыққа байланысты ереуілдердің басталғанын жеткізген болатынбыз. Бұл жолы орталық мәдениет және демалыс саябағына кіреберістегі аумақта сиреналар естіліп, полиция радио арқылы белсенді түрде келіссөз жүргізуге тырысқандығы туралы байқалады. Оқиға Алматыда өтіп жатыр. Яғни рұқсат етілмеген митинг еліміздің оңтүстік астанасында да жалғасқан көрінеді. Командирлер тек қоғамдық тәртіпті қорғаумен айналысатындығын жеткізді. Аталған саябақтың кіреберісіндегі аумаққа халық плакаттарын көтеріп келген. Олардың біразы Қазақстан туын ұстап алған. Біртіндеп жиналған олар өз көзқарастарын қатты айқайлап айтуға тырысқан екен. Рұқсат етілмеген митинг болғандықтан бұлар әр жерде полицейлер шоғыры көзге түседі. 5 белсендінің іріктеліп алып автобустарға тәртіп сақшылар салып алып кеткенін байқаған болатынбыз. Бұған дейін 2 рет дауыс күшейткіш арқылы жиналғандардың тарауын сұраған полиция қызметкерлерінің сөзіне ешкім құлақ аспады. Наразылардың айтуынша олар Қытаймен болатын визасыз режимге қарсылық білдіру үшін жиналған екен. Күзетшілер арнайы түсініктеме бермей бірнеше белсендіні ұстап автозаққа мінгізіп алып кетті. Дегенмен олар қала тұрғындары мен қонақтарының тарап үйіне кетуін әлі де сұрап жатыр. Ұсталғандардың қайда жеткізілетіні әзірге белгісіз. 5 ереуілші күшпен күріш вагондарына итеріліп кеткен. Белсенділердің айтуынша олардың кейбірі үйлерінен шығып бара жатқанда ұсталғандықтан митингке келе алмаған екен.